Жеті атаға дейін үйленбеу сыры. Жеті атаға дейін үйленбеу дәстүрі түркітектес халықтардың ішінде тек қазақтарда ғана бар дейміз. Неге екенін білеміз бе? 15 ғасырда қазақ хандығы орнап, оны Керей мен Жәнібек хандар басқарғаны белгілі. Бірде Жәнібек ханның ақылшысы, кеңесшісі Жиренше шешен қатты ауырып, төсек тартып жатып қалыпты. Жақын жерлердегі талай белгілі емші бақсыларды шақыртып қаратса да, еш ем қонбапты. Соңында атақты Өтебойдақ деген емші барын біліп, соны шақырады. Өтебойдақтың емінен кейін Жиренше жазылып, дертінен айығыпты. Жәнібек хан емшіге риза болып, бірнеше сұрақ қойыпты. Көп сұрақтарына қонымды жауаптар алып, соңғы сұрағын қойыпты. Қандай ауруды емдеу қиын? Тұқым қуалайтын ауруды емдеу қиын. Ал оны алдын алуға бола ма? Болады. Жеті атаға дейін туыс адамдар қыз алыспау керек. Жеті қазақ үшін қасиетті сан. Өтебойдақ емшінің айтқанын Жәнібек хан жадына тоқып, халыққа жеті атаға дейін үйленуге тыйым салыпты. Кімде-кім жеті атаға толмай үйленсе, өлім жазасына кесілсін деген жарлық шығыпты. Содан бергі қазақ хандары да осы жарлықты бұлжытпай орындап отырыпты. Жеті атасын білмеген жетесіз деген содан қалған.